Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналға қош келдіңіздер. Ана тілі сабағы 1 сынып, 39 сабақ, мәтін тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын, мына суретке қарап отырып, қуанған кезде түрін қандай болатынын көрсет деп оқушылардан ең алдымен сұрап аламыз. Екінші, ал ренжігенде қандай болады? Яғни ренжігенде түрлері қандай болатынын оқушылар істейді. Суреттегі балалардың көңіл күйі қандай, соны ишарамен білдір. Яғни Айгүл бізде не істеп тұр? Қуанып отырғанын көріп отырмыз. Мәди таң қалып тұр. Одан кейін Зәуре бізде ойланып отыр. Кемел ренжулі, інжу болса жылап отыр. Әлихан ашулы. Ал балалар бүгінгі сабағымызды қандай көңіл күймен бастаймыз деп сұрап аламыз. Яғни Айгүл сияқты жақсы көтеріңкі көңіл күймен бастайық деп сабағымызды бастаймыз. Үйге берілген тапсырма бізде өткенді қайталау, кітап оқудың пайдасы. Үйге берілген тапсырманы талдайтын боламыз. Бірінші мәтіннің атауы ол бізде кітап оқудың пайдасы. Екінші ол авторы бізде Әділ Балта. Басты кейіпкерлеріміз біздің Жазира мен Асылбек. Біздің осы сабақта өткен сөздігіміз ол қайғылы, аянышты, жүзі алаулап, жүзіне қуаныш ұялау. Және берілген мәтін бойынша бірнеше сұрақтар да қоюға болады. Жаңа тақырып бойынша бірінші жаттығу, саусақ жаттығулары. Дескриптор бойынша бірінші санамақты тыңдайды, қимылмен орындайды, санамақ атауын авторын атайды, хормен оқиды. Ең алдымен өлеңді жақсылап тыңдаймыз. 1, 2, 3 деп жұмайық, қалсын ептеп тыңайып, саусақтарым салалы, өнерпазға лайық. Оңға, солға иейік, жұдырық қып түйейік, биші күйші болуға тұр саусағым сұранып, алақанды ашайық, көкке шашу шашайық, қимылдатып аспанда жаттығулар жасайық деп оқушылар тыңдап алып болғаннан кейін осы іс-әрекетті саусақтар мен алақанмен жасап көрсетеміз. Көрсетіп болғаннан кейін оқушылардан берілген өлеңнің атауы қандай, яғни саусақ жаттығулары, оны жазған автор кім екен? Болат Үсенбаев екендігін айтып өтеміз. Болғаннан кейін оқушылармен бірге хормен немесе тізбектей оқып шығуға болады. Дәптермен жұмыс, дауысты дыбысының бас әрпі және кіші әрпін оқушылар көркем жазып шығады. Екінші жаттығу бойынша оқулықтағы санамақты жатқа жазу қажет. 1 дегенім білім, 4 пен 5-ке ілін. 2 дегенім еңбек, еңбек етсең өнбек. Оқушыларға белгілі уақытты беріп, яғни 5 минут, 3 минут сыныптың жас ерекшелігіне, деңгейіне байланысты осы уақытты қойып, одан кейін оқушылар жаттап болғаннан кейін оқушылардан сұрай отырып, оқушылар дәптерлеріне осыны жатқа жазады. Келесі тапсырманы оқушылардың өзіне жеке орындауға беруге болады. Санамақты балалардың атын қойып, жалғастырып жаз. Бұл жерде түсіндіріп өтетіні 1 дегенім бір жан, яғни 1 деген сөз бізде Б дыбысынан басталып тұрса, яғни бір жан дегенде бізде Б-дан басталады. 2 дегенім бізде Е дыбысынан басталады, яғни кімді қоямыз? Яғни өздерің ойланыңдар. Сендерге астында керекті сөз беріліп тұр деп түсіндіріп өту қажет. Және оқушылар орындап болғаннан кейін өздерін тексереді. Яғни 1 дегенім бір жан, 2 дегенім Елжан, 3 дегенім Үміт, 4 дегенім Телжан, 5 дегенім Бекжан. Және де осыған байланысты үйде осындай тапсырма орындауға да беруге болады. Шығармашылық тапсырма оқушылар өздері санамақ құрастырып келулеріне болады. Тапсырма аяқталып болғаннан кейін бүгінгі күнді өткен тақырыпты қорытындылау және кері байланыс бағдаршам әдісі арқылы. Яғни қызыл түс түсінбедім, сары түс көмек қажет, жасыл түс түсіндім.